Баршаңызға сәлем, керек кеңес арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз геморрой. Геморройдан үй жағдайында қалай құтыламыз? Соңғы кезде геморрой ауруына шалдыққандарды жиі естіп жатамыз. Тік ішекте орналасқан геморроидалды түйіндердің шамадан артық ұлғаюынан пайда болған бұл ауру жүріп тұруды қиындатады, аяқты бастырмай ауыртады, қалауыңызша жатуға мүмкіндік бермейді. Сыздап ауыртатын геморрой ерлерде де, әйелдерде де кездеседі. Геморройдың белгілері қандай? Енді ғана пайда болғанда мүлдем білінбейді. Уақыт өте келе анал жолдары қышып, тілінгендей белгі береді. Бірден шаншып ауыртады да аз уақытта басылады. Сол себепті көп жағдайда асқындырылып алады. Ал асқынған кезде қан кету қаупі болады. Геморрой неден пайда болады? Геморройдың пайда болуына созылмалы іш қату себеп болады. Егер сіздің тамақтану мәзіріңізде крахмал мен ашытқы көп болса, онда ішек жұмысына кері әсер етеді де іш қатады. Әйелдердің жатырында өзгерістер орын алғанда геморрой пайда болады. Тік ішектің қабынуынан да геморрой шығады. Бұл кезде сұлы қайнатпасымен дертіңізге дауа табасыз. Бір орында отырып жұмыс істеу де аурудың пайда болуына әкеледі. Егер сіздің жұмысыңыз бір орында тапжылмай отыру болса, онда әр 20 минут сайын жеңіл жаттығу жасауды әдетке айналдырыңыз. Күн ұзақ бір орында тұрып жұмыс істеу де геморройдың шығуына септігін тигізеді. Ауыр зат көтеруден де сақ болыңыз. Белге түскен салмақ геморрой шығаратынын ұмытпаңыз. Ендеше ауруды асқындырмай алдын алуға асығыңыз. Анал жолында қандай да бір өзгеріс байқасаңыз, дереу дәрігерге тексеріліңіз. Ауру енді басталғанда халық әдісімен тоқтатуға болады, ал асқынған жағдайда тек хирургиялық ота жасалады. Геморрой халықтық әдіспен емделеді. Тек қана жаңадан басталған ауруға ғана қолданасыз. Тік ішекке ұзыншалап кесілген шикі картопты немесе қызылшаны майға шылап кіргізесіз. Анал тесігіне өрік майын жақсаңыз да керемет ем болады. Бұл майды кез келген дәріханадан табасыз. Шаңқурай майынан жасалған клизма керемет көмектеседі. Сарымсақ тісін де тік ішекке салсаңыз, нәтижесін көресіз. Сол кезде аздап ашытуы мүмкін. Алайда ауруыңызды басып тезірек жазылуына ықпал етеді. Сарымсақ үлкен дәретпен қоса сыртқа шығады. Оған қоса сәбіз, алма, жүзім шырындарын араластырып ішсеңіз де геморройға ем болады. Аш қарынға сары су ішіңіз. Егер күніне 2 рет 1 немесе 2 стакан емдік суды ішсеңіз, геморройдан құлан таза айығасыз. 1 литр сүтке 1 дана туралған пиязды салып қайнатасыз. 10 минуттан кейін қайнағаннан соң сүзіп алып, ваннадағы жылы суға араластырасыз. Осы суға 15-20 минут отырасыз. Бұл әдіс ішке шыққан геморройды емдейді. Егер анал тесігінен қан байқасаңыз, онда ақбас қырыққабатты көбірек жеңіз және 2-де 1 стакан ашытылған қырыққабаттың суын ішіңіз. Геморройдың салдарынан анал тесігі жыртылған болса, бал жағыңыз. Емді жататын кезде күніне 1 рет жасайсыз. Геморройды емдеу кезінде мына заттарды шектеңіз. Геморрой шыққанға крахмал мен ашытқыны, ыстық кофе мен шайды, спиртті ішімдікті үзілді-кесілді ұмытқан жөн. Оған қоса фасольді, қышаны, бұрышты, ащы тағамды, шикі жеміс пен бананды шектегеніңіз дұрыс. Оның орнына гүлді қырыққабатты, балықты, балды, пиязды үзбей жеңіз. Күніне 3 немесе 4 рет 1 ас қасық пияз шырынын ішсеңіз де керемет ем болмақ. Сондай-ақ шикі көкөніс пен жемістен әзірленген шырынның да пайдасы орасан зор. Геморройды емдеу ауыртпайды. Геморройды емдеу жан шыдатпас дәрежеде ауыртады және өте жағымсыз деген миф өткеннің еншісінде қалған. Консервативті емдеу әдісінен хирургиялық емдеуге өту керек болған жағдайда барынша жеңіл іске асырылатын, қалыпқа келуге ұзақ уақыт талап етпейтін жолды таңдаған жөн. Бүгінгі күнде проктолог дәрігерлер геморроймен күресуде ультрасәулелі допломерия бақылауымен жүзеге асырылатын әдісті ұсынды. Қысқаша айтқанда, Хейл-Рар әдісі. Хейл-Рар операциясын жасайтын техника. Геморрой түйінінде дезертиризация жасау әдісі амбулатор жағдайында
бір реттік аноскопты ультрасәуле аппаратымен бірге қолдану арқылы жүзеге асырылады. Жансыздану іске асқаннан кейін аппарат анал тесігіне енгізіледі. Ірі және майда қан тамырлары өздігінен түсіп қалатын жіппен мұқият тігіледі. Ол түйіннің қысылып, ақырындап жоқ болып кетуіне көмектеседі. Онымен бірге ауру, қан кету мен жайсыздық та жойылады. Процедура бар жоғы 15-30 минутқа созылады. Одан кейін науқас күндізгі стационарға бірнеше сағат қана жатады. Сол күні-ақ үйге қайтуға болады. Хейлрар жасалғаннан кейін сізді геморрой мазалағанын ұмытасыз. Геморрой өзінен өзі жазылмайды. Аңызға сүйенсек, ескі ғасырдағы тақуалардың бірі геморройдан зардап шеккендерді қызып тұрған тасқа отырғызып дұға жасату арқылы емдеген. Одан кейін геморрой түйіндері зым-зия жоғалып, тақуаның жанына бататын ол кесел қайта мазасын алмаған. Бүгінгі таңда ауру өзі жазылады деп қарап отырмай, дер уақытында проктолог дәрігерлердің қарауына жазылу керек. Геморройды сақтаудың ең тиімді әрі төте жолы дұрыс тамақтану. Белсенді қозғалыс іш қатуды болдырмау, белге салмақ салмау екенін ескеріңіз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Достар, менде бар ақпараттар легі осындай. Видеоны ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.